Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сманттар туралы неше рет мен мақала жаздым, неше рет видео түсірдім, дәлелдеп. Бұлардың ішінде неше ағайын болса да, неше атынан ерген ұрпағы болса да, ішінде бір білімі бар, біреуі жоқ. Мен таңғаламдан медресені ашып қойды, ол медресені неменеге үйретіп жатыр халықты. Егер өздері дүмше молда болатын болса, бұл халықты неге үйретеді? Өздеріңіз ойлап көріңіздерші, мынандай ақымақтар. Бұл ақымақ айтып отырған әкенің орны жоғары дейді исламда. Ананың орны одан да жоғары деп, бұл Құранды жоққа шығарып отыр. Ал енді Құранда Алла Тағала 2-ші сүренің 228-ші аятында Аллах Тағала айтады. Мен орысшасын айтып берейін. Согласно установленному порядку, жены имеют такие же права, как и обязанности, хотя мужья и выше их по положению. Аллах могущественный, мудрый дейді. 2-ші аятта, 4-ші сүренің 34-ші аятында. Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества. Көрдіңіздер ме? Аллах Тағала айтады, Құранда еркектер әйелден жоғары дейді. Алла Тағала ең бірінші Адам алейхиссаламды жаратқан кезде, Адам алейхиссалам жұмақта жүріп, жалғыздықтан жалыққан кезде Аллахтан көмек сұрайды. Сол кезде Аллах Тағала Хауа анамызды жаратады Адамның алейхиссаламның қабырғасынан. Ең бірінші адам Аллах Тағала сонда кімді жаратты? Әйелді ме, еркекті ме? Жоқ, ең бірінші еркекті жаратты. Сондықтан еркек әрқашанда әйелден жоғары тұрады. Хадистарда айтылады, если бы одному из вас было велено совершить земной поклон перед другим, то это была бы жена перед своим мужем дейді. Көрдіңіздер ме? Егер кімде-кім жерге сәжде жасайтын болса дейді, басқа біреудің алдында, онда ең әйелді күйеуінің алдында сәжде жасау керек дейді. Осындай хадистер көп, мына жаңағы аяттарда айтпағанда. Сондықтан мынандай сманттарды тыңдамаңыздар. Сманттарды мен неше рет айттым, дүмше молда деп. Енді Құранды жақсы біледі, енді арабша жақсы біледі, ол жағынан ештеңе айта алмаймын. Білімі жағынан бұлар дүмше молда, сектанттар, байқаңыздар.